Бірде түлкі жолмен келе жатып, оқтау тауып алды. Түлкіге оқтаудың қажеті не? Әйтеуір керек болар деп ойлап, түлкі оқтауды алып, әрі қарай жүре берді. Көп ұзамай дөңнен асып өткенде ауыл да көрінді. Ауылға келіп, бір ағаш үйдің есігін қағады. Қожайын, түнеп шығуға бола ма? Сенсіз де үйім тар. Маған көп жер керек емес. Өзім сәкіге жатып, құйрығымды сәкінің астына жіберіп, оқтауымды пештің астына қоя салам дейді ол. Үй иесі түлкіні үйге кіргізіп, шай беріп, төсек салып берді. Түлкі сәкіге жатып, құйрығын сәкінің астына жіберіп, оқтауды пештің астына қоя бергенде, ойына қулық келді. Ол үй иесін алдамақ болды. Түлкі ерте тұрып алып, оқтауды пешке өртеп жіберді де, «Менің оқтауым қайда? Сенің үйіңде жоғалғандықтан, сен жауап бересің. Оқтаудың орнына маған енді тауық бересің» деп бүлік шығарды. Амал қанша, қожайын оқтаудың орнына тауығын береді. Тауықты бермесе болмайды. Түлкі оқтауымды ұрлады деп елге таратып, бәлеге қалдырады. Түлкі тауықты ала сала жөнмен кетті. Ал кешкісін басқа бір үйдің есігін қақты. Бұл кім? Мен ғой, сылқым түлкі. Қожайын, түнеп шығуға бола ма? Сенсіз де үйім тар. Маған көп жер керек емес. Өзім сәкіге жатып, құйрығымды сәкінің астына жіберіп, тауығымды пештің астына қоя саламын деді ол. Түлкіні үйге кіргізді. Қу түлкі үй иесін алдауды жөн көріп, тағы бір қулық ойлап тапты. Елдің бәрі ұйқыға жатқанын күтіп, түн ішінде тұрып, тауығын жеп қояды. Жүнін отқа жағып жайланып ұйқыға жатты. Таңертең тұрып түлкі: «Тауығымды тауып бер! Әйтпесе орнына үйректі бересің» деді. Әр іздеп, бер іздеп тауықты таба алмай, үй иесі тауықтың орнына үйрегін беруге тура келді. Түлкі үйректі алып, тайып тұрды. Кешке қарай түлкі ауылға тағы келді. Үшінші үйдің есігін қағып: «Қожайын, түнеп шығуға бола ма екен?» дейді. Сенсіз де үйіміз тар. Маған көп жер керек емес. Өзім сәкіге жатып, құйрығымды сәкінің астына жіберіп, үйрегімді пештің астына қоя салам. Оны үйге жіберсе, түлкі тағы қулық ойлап тапты. Үйректі түн ішінде жеп қойып, жүнін тығып, тастап, таңертең: «Менің үйрегімді қайтар! Әйтпесе, қызыңды бересің» деді. Үй иесі қызын қимай, түлкіге былай дейді: «Сен қақпаның сыртында күте тұршы, қызымен қоштасып алайын». Түлкі қақпа сыртына шығып еді, үйдің иесі қаптың ішіне қыздың орнына жучка итін салып жіберді. Түлкіге қапты беріп тұрып: «Түлкі, қаптың аузын қазір ашпа, әйтпесе қызым шығып қашып кетеді. Орманың түбіне келіп, бір ағаш» деді ол. Түлкі орманың түбіне жетіп, қаптың аузын ашып жіберсе, ішінен ит атып шығып, ырылдап түлкіге тап берді. Қапты тастап, түлкі зыта жөнелді. Жучка да артынан қалмайды. Түлкі інге кіріп тығылып, ойлай бастайды: «Қашып келе жатқанымда, құйрығым әбден кедергі болды. Мен оны итке беріп, құтылайын» деп, құйрығын іннен қылтитып шығарып еді. Жучка құйрықты бас салып, түлкіні іннен жұлып алды да, ұйпа-тұйпасын шығарды. Осылайша елді алдаған қу түлкі сазайын тартты.